рубль атышулы шинаби сатқындық жасап, тұтқынға алып, өз руын құрған Ғабамараны тепкілеп, бастықтың қызына ғашық болып, бетінен сипап кеткен. Сайып келгенде, әлгі ұсқынсыз, жеркенішті семіз адам оны өлім жазасына кесті. Бірақ бұл сайқымазақ оған не істемек болды? Менің баламды өлтіруге болмайды. Өйткені ол жасырын түрде өлмейтін нинза жарты құдайы және ауылдағы ең қатал қыздарға қол соғуды жалғастыратын ең күшті шиноби. Мұның бәрі Габамарудың өлім жазасына кесілген жердің ортасында отырғанын көруден басталады. Ол үнсіз және бір ауыз сөз айтпайды. Ешкімге бірде-бір сөз айтпайды. Жазалаушы қылышын дайындап жатқанда, семіз адам өлім жазасының аяқталуына қатты қуанып, трибунадан жоғарыдан қарап тұр. Атышулы Габамару, жазалаушы бізге ең өткір жүздерді ғана қолданатынын түсіндіреді. Өйткені мойынның басын кесу өте қиын жұмыс. Бұл қылыш және оны бір сипау арқылы жасау одан да қиын. Дегенмен, бұл жігіт семіз салат жасаушыға Габамару туралы бұдан былай алаңдамауды бұйырады. Өйткені ол бұл жағдайды бір соққымен жеңетіні белгілі. Осыдан кейін ер адам толық сенімділікпен тұрып, соққы беруге дайындалып жатыр. Бірақ ол жасаған кезде мүлдем ештеңе болмайды. Ер адам абдырап қалды. Сондықтан оны қатарынан бірнеше рет қайта-қайта ұруға тырысады. Бірақ соған қарамастан ол дәл осындай нәтижеге қол жеткізіп, ақырында қылышын көптеген сынықтарға шашып, семсерлесушіні және оны жоғарыдағы трибунадан бақылап отырғандардың барлығын таңғалдырды. Габамараны өлтіре алмаған соң, ол көңілі қалған күйде отырады және оны ештеңе өлтіре алмайтындығынан шаршағанын сезеді. Содан кейін оны бірден түрме камерасына қайтарады. Мұнда бізді Сагири есімді әдемі қоңыр шашты әйелмен таныстырады. Ол камераның ішінде Габамараны күзетіп отырады және ол өзін қарапайым журналист ретінде таныстырады. Оқиғалардың үзінділерін құжаттау және жазу үшін осында. Оның өлім жазасына дейінгі өмірі. Ол дәл осы ананың басқа нинзалармен неге соншалықты күшті екенін түсіну үшін оған көптеген сұрақтар қоя бастайды. Міне, Галамару оған кішкентай кезінен бастап бар болғаны бірінші дәрежелі шинаби болуға машықтанғанын және ол ауылда және Вагакерде өскенін айтады. Сіз осы ауылда білім алу үшін бала болып таңдалғаннан кейін, сіз адамзатқа белгілі ең қатыгез оқыту әдістерін меңгеруіңіз керек. Егер сіз бұл дайындықтан өте алмасаңыз, онда сіз өлесіз. Бірақ егер сіз табысқа жетсеңіз, онда сіз адамнан тыс денені дамытасыз. Сондықтан мылқау семсерлесуші оны басқалар сияқты тесіп өте алмады. Өйткені оның белгілі бір ауылының адамдары қарапайым шинабилердің көпшілігіне қарағанда күштірек екені белгілі. Бірақ осыған байланысты Габамару неге қазір өмірге деген сүйіспеншілігі жоқ екенін түсіндіреді. Өйткені ол сен санағаннан да көп адамды өлтірді. Бірақ әйтеуір, ол әлі тірі жалғыз адам. Осыдан кейін Сагири одан ниндзюцу жасай алатынын сұрайды. Ал Габамару оның қолынан келетінін айтады. Сондықтан ол одан неге өзінің жоғары ниндзюцу стилін барлық ақымақ шенеуніктермен күресу үшін қолданбағанын және оңай қашып кеткенін сұрай береді. Бірақ ол оған мұны олар сияқты ақымақтарға қарсы қолданудың мағынасы жоқ екенін айтты. Және ол олардың өзі сияқты біреуді өлтіргісі келетінін көру өте күлкілі деп санайды. Және ол олардың әрі қарай не істеуге тырысатынын көруді күте алмайды. Келесі күні Шрекке ұқсайтын семіз жігіт ақыры есінен танып, келесі жазалау әдісін қолдануға бұйрық берді. Және бұл жолы олар Габамараны тірідей өртеуге шешім қабылдады. Олар үлкен отты дайындап жатыр. Ал Габамару ағаш бағанаға байланған. Ал семіз обер жауын бір жола жоюға қуанышты. Барлығына және оны аяқтайық. Бірақ кейін біз разложглико алау, біз Габамару окружанного күшті жалынмен, бірақ бірнеше минуттан кейін жану ол кенеттен көз ашады және қарайды мистера Фатти. Бірақ әлі өлмейді. Екінші әдіс нәтиже бермеген соң, Габамару жарақатсыз және өте жақсы жағдайда камерасына оралады. Бұл жерде Сагири қайтадан пайда болады және Габамару оған қарсы тұруға тырыспайтынын және шын мәнінде өлмейтін болуға ниеті жоқ екенін түсіндіреді. Және ол орындау әдістерінің нәтиже бергенін қалайды. Сагири онымен арқасымен тұрып сөйлеседі. Өйткені Габамарудың барлық киімдері жерге күйіп кеткен. Бірақ ол оның өміріндегі маңызды сәттерді құжаттап, барлық сұрақтарға жауап беруін сұрап жатқанда, оған арқасымен тұру қиын емес екенін айтады. Сондықтан Габамару оған бала кезінде ауыл басшысы оның бүкіл отбасын құртып, содан кейін оны асырап алғанын айтады. Және сол күннен бастап, ол миы жоқ шинабиден басқа ешкім болмайтындай етіп жобаланған және дайындалған. Басшы оған тек нинза болуды және басқа ештеңені үйретпегендіктен, оның кез келген қарапайым бала сияқты қалыпты балалық шағы болған жоқ. Сагири одан басқа армандары немесе хоббиі туралы сұрайды. Бірақ Габамару оған ондай армандары жоқ екенін айтады. Өйткені ол сияқты нинзалар тек көру үшін туады. Немесе сол үшін таңдалғандарға өлім әкеледі. Оның санасы ауыл басшысының берген тапсырмаларын орындаудан немесе орындаудан басқа ештеңе ойлай алмайды. Және бұл оны кім етеді? Осыдан кейін ол одан құдайға ұқсайтын адамнан тыс шинобидің қалай тұтқынға түскенін сұрайды. Сол кезде ол оған бір түнде тапсырма бойынша ауылдан кетуге әрекеттенгенін түсіндіреді. Оған бастық ауылдың кез келген шинобинен кетуге қатаң тыйым салған. Алайда, содан кейін оны өз серіктері сатып кетті және олар оны бұл әрекеті үшін айыптады. Бірақ
ол көсемнің мұны реттеп, оларға бұйырғанына сенеді. Олардың ауылдан кетуінің себебі бастыққа қатты әсер етті. Сондықтан мұны естіген Сагири одан ауылдан кеткісі келген себебі неде деп сұрайды. Бірақ ол бұл сұраққа жауап бермес бұрын аниме көріністерді Габамаруды өлім жазасына кесудің үшінші әдісіне ауыстырады. Онда біз оның ағаш палетке байланғанын көреміз. Міне, біз Габамарудың аяғына байланған бұқаларды көреміз. Бұл сыртқа шығудың ең жаман тәсілдерінің бірі шығар. Және тағы да қайталаймын. Бүргер адам хайуан Габамарудың соңын тағатсыздана күтуде, және ол менің баламды өлтіру мүмкін емес екенін әлі түсінбеген сияқты. Осылайша, осы әдісті қолдана отырып, оның аяғына байланған бұқалар қарама-қарсы бағытта Габамарудан алыстап, ақыры өледі. Оны екіге бөлу керек. Өйткені өгіздің салмағы бойының бойынан 6 есе артық. Бұл жігітті орындықтың шетіне отырғызатын 3 жолдың ең жаманы. Бірақ бұқалар қашып кеткенде, сіз ойлағандай, бұқалар негізінен өледі және Гомаруды сындырудың орнына бұқалар сүйектерін сындырып, Гомарудың денесінен күштің әсерінен құлап кетеді. Мұны көрген Сагири өлім жазасына кесілген жерге көшеге шығады және осы жерде ол Гомарадан оған қойған соңғы сұрағына жауап беруін сұрайды. Ол неге сол түні ауыл мен Вагакиден кеткісі келді? Міне, Гомару Сагириге оның кету себебі соншалықты қызықты емес екенін және оның жазбаларына қатысы жоқ екенін айтады. Содан кейін бірден мылқау семіз адам оған бұл ақымақ сұрақтарды қоюды доғаруын айтады. Өйткені ол тек оның өмір сүруін тоқтататынына көз жеткізгісі келеді. Алайда Саджири Ограға мұның бәрін жазып алу оның міндеті екенін айтады. Сондықтан Габамару сөзін жалғастырып, оған бәрін тастап кетуге тырысуының себебі ауыл мен Вагакиден басталатынын айтады. Және ол барлық нинзалардың иерархиясының басында тұрған және әлдеқайда күшті адам ретінде танымал болды. Басқалардан, тіпті полиция бастығынан да артық. Осыған байланысты ол басшыға өте жақын болды. Өйткені ол Габамараны өзінің қымбат меншігі деп санады және ол әрқашан оның жанында болды және үнемі оның бөлмелерінде болды. Осылайша, ол көшбасшының қызына өте жақын болды. Ол оны жақынырақ тани бастағанда, оның өте мейірімді, жұмсақ және кінәсіз екенін, және оның денесінде бірде-бір ауру сүйек жоқ екенін анықтады. Ол діндар болғандықтан және Шинабидің өмірін түсінбегендіктен шынайы әлемге аз көңіл бөлді. Және ол туралы бәрі Габамарға мүлдем қарама-қайшы болды. Бұл оның өмірінде бірінші рет әлсіздік сезімін тудырды. Оған не үйретті? Олардың сезімдері ол үшін бала кезінен мүмкін емес еді. Онымен жақын араласқаннан кейін, ол түнде оның жатақханасына кіріп, оны сол жерден қуып жіберуге мүмкіндік алды. Осыдан кейін Габамару қатты толқып кетті. Сондықтан ол ауылға қайта жүгіріп барып, өзінің кішкентай нинза досына өзінің викарынан қалай айырылғанын айтып берді. Оның суши рөлін сынап көргеннен кейін, ол бірден ауылдан кетуге шешім қабылдады және өмірінің қалған бөлігін осы ақылсыз қызбен өткізуге берген барлық анттарын бұзып, бүкіл руымен қоштасты. Бірақ ол онымен бірге кетуге сөз байласқаннан кейін, бастық Габамарудың жоспарлары туралы білді. Мұның бәрі өз руындағы кейбір бұзақылардың кесірінен болды. Өйткені олардың бәрі де бастықтың қызының бетінен сипай алмағандарына қызғанышпен қарады және Габамарудың онымен бірге қашып кетуін қаламады. Өнім. Сонымен, менің досымды көптеген нинзалар, сондай-ақ оның достары қоршап алды. Олар оны жоғарыдан бастықтың төбесінен күліп жіберді. Ол Сагири осы уақытқа дейін жазбаға риза болды деп үміттенеді. Ол Сагири осы сәтте Габамаруға қатты қызығады және шенеуніктерге сұрақ қоя бастайды. Егер ол онымен көбірек уақыт өткізе алса. Алайда сол түні шенеуніктердің бірі Сагириге Габамарудың қасында болудан қорқу керектігін айтты. Өйткені ол оны қателескен адам емес. Ол Габамарудың шын мәнінде басқа лақап аты бар екенін және сол күндері ол шынымен де Габамару тот, бос деген атпен танымал болғанын айтады. Өйткені ол өз ішінде бос орнынан басқа ештеңе сезбейді және ол жай ғана қан төгуге дайын жүретін өлім машинасы және ешқандай эмоциясыз, сезімсіз жаратылыс. Жүрегі де, жаны да, бастығы оны ата-анасынан тартып алған кезде көргісі келгендей. Алайда ол мұнымен келіспейді және Габамаруда шынымен де жақсы нәрсе бар деп санайды. Бірақ ер адам оған аулақ болуды айтады. Өйткені егер ол қайтадан осы жағын ашуға шешім қабылдаса, оны ешкім қорғай алмайды. Ол сондай-ақ Габамара қамауға алынған кезде, ол қашып кету үшін бірнеше секунд ішінде 20 күзетшіні жойып жібергенін, бірақ ол әлі де ұялмайтынын айтады. Және ол оның тарихын жазуды жалғастырғысы келеді. Осыдан кейін ол Габамараға тағы да барып, оның соншалықты бос екенін, неге 20 адамды өлтіргенін сұрайды. Егер ол жай ғана қарсы тұруды тоқтатып, ақыры оны жібере алса, және ол онымен келіседі. Және ол өзін осы қарғыс атқан өмірден босатқысы келгенде, неге әлі де қарсылық көрсетіп жатқанын түсінбейді. Келесі күні үлкен Чунгус өлтірудің басқа әдісін қолданып көреді. Бұл жолы ол Габамараны қою, жанғыш мазутпен жағып, өртеп жіберді. Алайда, сіз бұл жағандай қайтадан әсер етпеді және Габамару жалыннан шыққан кезде, маймен жалын оның денесінен түкіріп, ұшып кете бастайды. Осы маңда тұрған бірнеше күзетшіні өртеп жіберді. Үлкен Чунгус тағы да ашуланды. Бірақ Габамаруды бір жола тоқтатуға көмектесетін шешім іздеуден бас тартпайды. Осыдан кейін Сагири Чунгусқа барлық дайындықтардың аяқталғанын
және Габамаруды бір жола қалай аяқтау керектігін білетінін айтады. Осыдан кейін семіз лорд Габамаруды ақыры өледі деген ойға күлімсіреп, Габамаруды жерасты түннеліне апарады. Олар оны бөлмеге ертіп бара жатқанда, ол сол жерде отырған және оны күтіп тұрған Сагириді кездестіреді. Белгілі болғандай, Сагири тек деректі фильм түсіруші ғана емес, сонымен қатар Габамарудың әлсіз жақтарын табу үшін жіберілген Ямада руының атақты қылыш сынаушысы және жазалаушысы болған. Сондықтан ол оны жоя алады. Габамару оның шын мәнінде кім екенін түсініп, оның басын кесіп жатқанын елестете бастайды. Ол шын мәнінде оның жалғыз екенін түсінгенде, кім оған қабілетті болуы мүмкін? Ол дүрбелеңге түсіп, оны жұлып алуға тырысып жатқанда, ол үрейленіп, оны жұлып алады. Бірақ Габамару оның барлық шабуылдарынан жалтарады. Алайда ол өмірінде бірінші рет біреудің қан кетуіне себеп болғанына таң қалып, бір тамшы қан табу үшін мойнына қолын тигізеді. Сагири оған айтты, оның ойынша, ол шын мәнінде бос бала және оның әңгімесі рас. Дегенмен, ол шынымен өтірік айтқан бір нәрсе бар. Ол өлгісі келеді. Өйткені ол шын мәнінде әйелі туралы өтірік айтқан және шындық. Ол оны шынымен жақсы көреді және оның жүрегінде ол аздап қарапайым. Және оның осы уақыт бойы өлім жазасына кесу әдістеріне қарсы тұруының және өлімнен аулақ болуының себебі, ол оны шынымен жақсы көреді және ол оның шынайы махаббатының себебі болып табылады. Өмір сүруді жалғастыруға тұрарлық мақсат. Бұл Габамаруды ашуландырады. Ол алға ұмтылып, Аджиримен күресу үшін қылышын алады. Және олар пышақтарын ұстағанда, ол оның неге соншалықты ақылсыз екенін сұрайды. Ол өзіне өтірік айта береді. Бірақ Марияның ерні оның бос бала екенін және ол әрқашан қарапайым адамға ұқсамайтын, бос бала болатынын және ол өмір сүріп жатқан әлем туралы ештеңе біле алмайтынын айтады. Өткенде әйелі оны құшақтап, оның ішінде бос орын жоқ екенін және ол жай ғана жүрексіз нинза болудан басқа сүйіспеншілікті және басқа нәрсені сезіне алатынын айтады. Өйткені ол оны соттамаған жалғыз адам болды. Өйткені оның бетінде үлкен белгі бар. Біз олардың ауылында ер адамдарға солдат сияқты қарайтынын білдік, ал әйелдер мұнда тек бала көтеру үшін келген. Ауыл басшысы қызына сабақ бергісі келді. Сондықтан ол әдейі оның бетін самурай қылышымен өртеп жіберді және оған әйел үшін басқа өмір салты жоқ екенін айтты. Бұл және оның мәңгі есте қалғаны жақсы. Бірақ соған қарамастан, ол оған таңбаланғаннан кейін де адамдардың жүрегі Габамараны сүйгенде оңай өлмейтінін айтады. Габамару оның шын мәнінде жүрегі бар екенін түсінгеннен кейін, ол нинза болуды тоқтатып, оған үйленіп, қалыпты өмір сүру туралы ойларға ие болды. Сондықтан ол бұл туралы бастыққа айтты. Бұл оның сатқындығына себеп болды. Қазіргі уақытта Габамару күресті жалғастыруда, оған шабуыл жасап, көптеген шабуылдарға тойтарыс берді. Ал Сагири оның барлық қимылдарына тосқауыл қоюға тырысады. Ол Сагириге айқайлап, оған ешқашан қалыпты өмір сүре алмайтынын және шиноби болудан бас тарта алмайтынын айтады. Бірақ Сагири жекпе-жекті тоқтатады және егер ол шынымен қаласа, ол бола аламын деп айқайлайды. Кешірім жариялап, оның барлық қылмыстарын жояды және оған шогунның қорғанысын береді. Бірақ тек бір шарт бойынша, ол жер асты әлемі. Бұл Габамарды шатастырады. Өйткені сен өлгенше жер асты әлеміне ешкім кіре алмайды. Бірақ Сагири оған жақында қайта ашылған Синсенки деп аталатын әдемі ел туралы айтып береді. Ол жерде өмір эликсирі сақталған және бұл эликсир оған ие болғандарға өлместік сыйлайды делінеді. Сонымен шогун эликсирді іздеу үшін жер асты әлеміне және Шинсенки еліне іздеу тобын жіберді. Алайда қайық қайтып келгенде, ол гүлдерге толы болды және гүлдерді қазып жатқанда, олар іздеу тобы мүшелерінің мәйіттерін тапты. Олар бұл экспедицияға тағы 5-еуін жіберді. Бірақ олардың ешқайсысы эликсирмен немесе өз өмірімен оралмады. Мұны көрген Сегунның басшысы өз халқымен не болып жатқанын түсінді. Енді ол қылмыскерлерді эликсир алу үшін жер асты әлеміне жібере бастады. Және табысқа жеткен әрбір адам ресми түрде мәңгілікке кешірімге ие болады және өз қалауынша өмір сүре алады. Сагири өзінің өмір сүруге деген ерекше құштарлығы бар қылмыскерлерді табу және ең қатыгез дағдылары бар ең семіз шиналарды ғана табу үшін осында жіберілген шенеуніктердің бірі болғанын айтады. Ол эликсирді өзі табады деп бәс тігеді. Бірақ ол сол оғаш әлемге жіберіледі және ол жер асты әлемінің белгісіз жауларымен күресуге мәжбүр болады. Сондай ақ, осы аралға жіберілген басқа қылмыскерлерді олардан бұрын эликсирді іздеуге, кешірім және оны босататын жалғыз нәрсе болып табылатын Сегун көшбасшысының жүлдесін жеңіп алуға шақырады. Аджири оның сүйікті әйелі де оны күтіп тұрғанын және оның қамауға алынғанын естіген бойда ауылдан асығыс кетіп қалғанын қосады. Және ол туралы аз адамдар білетін жерге қамалды. Алайда Сагири әйелінің қазір қайда екенін біледі және ол оның оралуын шыдамдылықпен күтеді. Сондықтан мұны естіген Габамару әйелінің құшағына біржола оралу үшін өмірдің өлмейтіндігінің эликсирін табу миссиясына келіседі және бұл оның қолынан келгеннің бәрі. Ол бірінші кезекте қолға түскеннен бері іздеуде жүр. Бірақ үлкен Чунго Сагириге Габамараны еш нәрсе үшін тірі қалдырмайтынын және оның орнына басқа біреу эликсирді іздеуге кетуі мүмкін екенін айтады. Өйткені ол әлі де Габамарудың басын шыңға қойғысы келеді. Дәл осы сәтте Габамару Сагириге оның дан мен джутсуын шынымен көргісі келетінін айтады. Габамару денесінің айналасында қызыл және көк оттың қарапайым жалынын жасағаннан кейін және бірнеше миллисекунд ішінде барлық күзетшілер еденде өлі күйде жатыр. Ал Сагири Чунгусты басып алды. Ол ақыры Зава Габамаруға бағынады. Құдай және оның өмірін сақтап қалуын өтінеді. Осыдан кейін Габамару жер асты әлеміне еніп,
осы ақымақ эликсирді табу үшін не істеу керектігін сұрайды. Бірақ дәл қазір біз бұл флешбекті көріп отырмыз. Сагири әкесінің өлім жазасын мінсіз орындағанын бақылап отырғаны сонша, ер адам оның басы кесілгенін де түсінбеді. Сагири өзінің шеберлігін қайталауды мақсат етіп қойды, және оны орындау кезегі келгенде, ол оны жақсы орындады. Алайда ол өлтірген адамдар оның артынан келе жатқанын елестетеді. Эзон есімді адам оның қылыш ұстау өнерінде күмән мен қорқыныш бар екенін, соның салдарынан адамдар азапты өліммен өлетінін байқайды. Ол Сагираға қылышының шағылысына қарап, шындық пышақта бейнеленгенін айтады. Қазіргі уақытта Сагири Габамарудың көзін байлап, оның алдында шогун отырғаны туралы хабарланған кезде, оны басқа қылмыскерлерге қосылуға мәжбүрлейді. Оларға Сенсенкиге барып, өмір эликсирімен оралуға бұйрық беріледі. Бұл жетістікке жеткен қылмыскерге рақымшылық жасалады деген уәдемен. Бұл атмосфераны өзгертеді. Өйткені қылмыскерлер өздерінің бостандықтарына лайық болуы мүмкін екенін түсінеді. Диктор аралды сипаттайды. Бірақ қылмыскерлер оның сөзін бөліп, бұл ертегіге ұқсайды деп айтады. Содан кейін оларға бетперделерін шешіп, денесінен гүл өсіп тұрған адамды көруді бұйырады. Бұл адамның экспедициядан тірі оралғаны белгілі болды. Бірақ оның бүкіл денесінде бүршіктер ашыла бастады. Қылмыскерлер экспедиция кезінде өз өмірлеріне қауіп төндіргісі келмей, күмәндана бастайды. Бірақ шенеунік олардың барлығы өлім жазасына кесілгенін еске салады. Сондықтан аралға бару жомарт ұсыныс болып саналады. Нуругай есімді қылмыскер олардың арал туралы ештеңе білмейтінін байқап, ол жерде эликсир бар ма деп ойлайды. Шенеунік оларға аралдан еркін кете алатынын айтады. Сондықтан ер адамдардың бірі кетуге тырысады. Бірақ ол дереу өлім жазасына кесіледі. Шенеуніктің айтуынша, Ямада кланы аралда болған кезде бақылаушы қызметін атқарады. Сондықтан олар күлкілі нәрсе жасауға тырысса, сол жерде өлтіріледі. Дақ, ол қылмыскерлерге ештеңе жасамауды ескертеді. Және егер олардың бақылаушылары қандай да бір себептермен қайтыс болса, оларды сол жерде өлтіретінін айтады. Өлім жазасына кесілді. Шогун шенеуніктің құлағына бірдеңе сыбырлайды. Ал шенеунік оларға аралға барар алдында олардың санын азайту керек екенін айтады. Өйткені олар жоқ. Бізде олардың барлығын орналастыруға ресурстарымыз бар. Қылмыскерлер абдырап қалды. Бірақ Чебе есімді адам басқа қылмыскерді тұншықтырып өлтірген кезде оларды ақымақ деп атайды. Ол шенеуніктердің ештеңе істемейтінін көрсетіп, шенеуніктер олардың бір-бірін өлтіргенін қалайды деген қорытындыға келеді. Шенеунік мұны растайды және олар бір-бірін өлтіре бастайды. Ал шогун не болып жатқанын қуанышпен бақылап отыр. Бірақ шенеунік бұл жай ғана мағынасыз зорлық-зомбылық деп санайды. Шогун ең көрнекті дағдылары бар қылмыскерлер туралы сұрайды. Ал шенеунік олар туралы айтып, олардың ішіндегі ең танымалы Габамару екенін айтады. Олар Габамаруды бақылап отыр, бірақ ол қозғалмайтын сияқты, өйткені оған ешкім шабуыл жасамайды. Ызан зомбылықтың Сагириді басып, жаншып жатқанын байқап, аралда бұдан да зорлық-зомбылық болатынын айтады. Сондықтан ол бұл жұмысқа жарамсыз деп ойлап, оның қабілетіне күмән келтіреді. Ызан оған өзінің зәулім үйінде жай ғана тыныш өмір сүру керектігін айтады. Ал Сагири оған мүмкін болса, солай істейтінін айтады. Өткенде біз Сагиридің бұзақылардан қашып бара жатқанын көреміз. Олар оның отбасын адам өлімімен күн көргені үшін мазақ етеді. Бір күні ол қылышын қолына алып, оның шағылысқанын көреді. Бұл оның артынан қуып келе жатқан рухтарды көруге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта кейбір қылмыскерлер қашып кетуді ойлап жүр. Сондықтан олар Саджириді оңай нысана ретінде көріп, оған шабуыл жасайды. Ен оларды жеңе алама деп ойлайды. Бірақ Саджири жазалаушы ретіндегі тағдырына мойынсұнып, олардың барлығын оңай жеңеді. Бірақ ол қайтадан құрбандарының қудалауына ұшырағанын сезіне бастайды. Бірақ Габамару адамдарды өлтіру әрқашан жақсы нәрсе емес екенін айтқан кезде рухтар жоғалады. Габамару экспедицияға кім баратынын таңдаудың басқа жолы бар ма деп сұрайды. Өйткені бәрі де адамдарды өлтіргісі келмейді. Шенеунік оны қорқытып, тілін қадағалап, қылмыскерге оған шабуыл жасауды бұйырады. Ер адам тасты көтеріп, оған лақтырады. Бірақ Габамару одан оңай жалтарады. Габамару қылмыскермен сөйлескісі келеді, бірақ ол бас тартады. Оған адамды өлтіруден басқа амал қалдырмайды. Өйткені ол аман қалуы керек. Ол адамға жақындап, басқа қылмыскерлерді қатыгездікпен жеңе бастағанда, тіпті шогун да қорқатындай ауыртпалық түсетінін айтады. Есінен танып қалды. Сагири қылышындағы шағылысына қарап, айналасындағы сансыз жандарды көреді. Бірақ олар оны мазаламайтын сияқты. Бұл Сагириге өзінің қорқынышы мен күмәнінен арылудың, алған өмірінің ауыртпалығын өз мойнына алу үшін күш-қуат алудың қажеті жоқ екенін түсінуге мәжбүр етеді. Шенеуніктер экспедицияға қосыламыз деп оларды тоқтатады. Біз экспедицияға қосылатын 10 қылмыскердің ерекше шеберлігі бар қылмыскерлер екенін білеміз. Олардың барлығы кемеге отырды. Біз олардың аралға қарай ақырын келе жатқанын көреміз. Габамара ауыл бастығының бірнеше қарумен қадалғанын есіне алды. Бірақ ол құлап кетпеді. Бұл оның өлмейтіндігін дәлелдеді. Және бұл оның теңіздің арғы жағындағы елде алған дәрісінің арқасында болған сияқты. Олар Синсенкада тұрады. Онда Габамару Сагириге өмір эликсирінің бар екенін айтады. Бірақ ол оны осы аралда табатынына сенімді емес. Олар аралды зерттеп жатыр. Ал Сагири бұл жердің қаншалықты әдемі екенін түсіндіріп жатыр. Бірақ Габамару оның не екенін білмейтінін айтып, оны қорқынышты деп санайды. Ол бір жерде, ол ilmekтерді жұлып алады. Ал Сагири оған бұлай істеуге болмайтынын айтады. Бірақ Габамару оған назар аудармауыны айтып, оларда тек бір түрлі үлгі бар екенін және тамақ тек 3 күнге созылатынын түсіндірді. Алайда Саджири қолын байлауды бұйырып, оны өлтіремін деп қорқытады. Ол түсіндіргендей,
ол оның досы емес, және оның рөлі оның жазалаушысы. Сондықтан ол құлықсыз мойын сұнып, Саджириге қолын байлауға мүмкіндік береді. Кенет оның ішіне алып болады, шар соғылып, оны алып кетеді. Доп өзінің нысанасынан жаңа ғана құтылдым деп ойлайтын Кан есімді қылмыскерге қайта оралады. Бірақ Габамару орнынан тұрып, оның шығып кеткенін мойындап, мойнын сындырады. Сагири Канның өзі өлтірген жауынгерлердің қаруын ұрлайтын жауынгер монах екенін түсіндіреді. Бірақ Габамару Канның қолдары байланбағанын көрсетеді. Сондықтан Саджири бұл туралы Канның жазалаушысы Кишодан сұрайды. Кишо Саджириге оның тым қатал болғандықтан ең төменгі дәрежелі жазалаушы екенін айтып, қайтар жолда қолдарын байлап қоюға болатынын айтады. Каян басқа қаруын Габамаруда сынап көргісі келетінін көрсетеді. Алайда Габамару төбелеске уақыт бөлгісі келмейді. Қалғандары олардан озып кетеді деп. Бірақ Каянның айтуынша, оларда ешқандай түсінік болмағандықтан, ол басқа қылмыскерлермен жақсы қарым-қатынаста болады. Содан кейін асықпай эликсирді іздеуге кіріседі. Сондықтан Гомару күресуден басқа амалы жоқ екенін түсінеді. Каян оған асығады. Бірақ Саджири оның қолын байлауын сұрайды. Каян оның басынан ұрады. Бірақ сойыл бөлшектеніп кетеді. Сондықтан ол Гомаруға шабуыл жасау үшін басқа қаруын шығарады. Ол ұрып, соғып жатқанда қолын байлауды жалғастырады. Каянаның қаруын сындырғаннан кейін Каян өзінің рухын Гомараға бағыттайды. Ол енді ғана қолын байлап бітті. Гомару найзасын сындырып, ханды аспанға лақтырып жіберді. Ал оның қаруы Гомаруға тигенде, Габамару найзалардың бірін ханға теуіп, оны кеудесіне теуіп жіберді. Саджири Габамару бір шабуылмен жеңді деп ойлайды. Бірақ хан олар енді ғана бастадық деп аяғынан тұрды. Алайда оған қарсы өз қаруын қолданып жүрген Габамару оны оңай жеңеді. Габамару оларды іздеуді жалғастырғысы келеді, ал Кишудың басын кайна кесіп алып, кемеге қайтады. Габамару жекпе-жекке шыққысы келеме деп ойлайды. Бірақ Кишо жай ғана өз жұмысын істеп жатқанын және ешкімнің жағына шықпайтынын айтады. Тіпті ойыннан тез шығып кету бақытына ие болғанына сенді. Сагираға қауіпті қылмыскермен уақыт өткізетінін еске сал. Кейза оларға басқа қылмыскерлердің ережелерді қалай бұзғаны туралы айтып береді. Және олар бір ғана тірі қалғанша бір-бірін өлтіруді жалғастырады деп болжайды. Біз Изанның қайықтарын ағашқа байлап жатқанын көреміз. Өйткені оның қылмыскері Ракурота аш болып, кенеттен оған шабуыл жасайды. Ол өзін қорғауға тырысады. Бірақ қылышы сынып, Ракурота оны жеп қояды. Кейбір басқа қылмыскерлер Кишу бұдан да көп болатынын түсіндіргенде, олардың соңы аяқталады. Өйткені олар шығын материалдары болып табылады. Олар Габамару ауылынан, сондай-ақ Амада руынан адамдарды жалдап жатқаны айтылады. Ол кетіп бара жатқанда, Кишо Сагириге қырағылығын жоғалтпауды ескертеді, және ол Габамарудың шынайы мінезі туралы ойлана бастайды. Осы кезде Габамару кенеттен оған шабуыл жасайды. Бірақ ол оны итеріп жібереді. Габамару бастықтың ауылдан кеткісі келгені үшін ата-анасын қалай өлтіргенін есіне алады. Басшы Габамаруға эмоция адамды әлсірететінін және ол күшті болмаса ештеңені қорғай алмайтынын үйретті. Ол бұл туралы ойлаған кезде Сагиримен соққылармен алмасады. Ал Сагири оны өлтіру ережеге қайшы екенін айтады. Бірақ Габамару оның ауылынан басқа шиноби келгенге дейін эликсирді табу керек екенін айтады. Ол оны кедергі деп санайды. Ол Саджириге шабуыл жасауды жалғастыруда. Ол оны дереу өлім жазасына кесу керек деп санайды. Бірақ ол екі ойлы. Біз Габамарудың да осындай проблемасы бар екенін білеміз. Ол неге оны өлтіруге мәжбүрлей алмайтынын түсінбейді. Габамару әйелінің оған эмоцияларын ұстануды айтқанын есіне алады, және біз оның мәсіх кезінде оған кедергі келтірген әйелімен кездескеннен бері эмоцияларға толы болғанын білеміз. Габамару шабуыл жасау мүмкіндігін көреді. Бірақ ол соңғы соққыны жасамақ болған кезде тоқтап, артқа қарай лақтырылады. Ол мұны әлсіз жер деп санайды. Өйткені ол өмір сүре алмаймын деп ойлайды. Сондықтан ол шабуылды бастықтың кеңесі туралы ойлап жалғастырады. Бұл оны тағы бір рет күйзеліске ұшыратады. Ол Сагиридің қылышын сындырып, оны құлатпақшы болады. Бірақ ол өзін қорғау үшін қабығын пайдаланады. Габамару ақырында соңғы соққыны беруге дайын алға шығады. Бірақ ол әлі де эмоциялары бар екенін мойындап, оны аяқтауға тырысады. Және ол әлсіреп қалдым деп жылай бастайды. Сагири оған бұл әлсіздік емес, күштің дәні екенін айтады. Өйткені ол өзінің эмоцияларынан қашпауды күш деп санайды. Ол оның мінез құлқына мән бермеуді шешеді. Оның эмоцияларымен бетпе-бет келіп, өз өмірін қалай қалпына келтіретінін көргісі келеді. Ол оған бұрынғыдай емес екенін айтқан кезде. Бұл арада қылмыскер Тамир оның қолын көбелек шағып алғанын түсінеді. Және ол экспедициядан оралған адамға не болғанын есіне алады. Сондықтан ол тез қолын кесіп, жәндіктерді өлтіреді. Оның жазалаушысы Фучи бұған абдырап қалды. Бірақ Тамия оған адам жүзі бар көбелекті көрсетіп, бұл олардың әлемінен емес екенін айтты. Осы кезде оның кесілген қолы гүлге айналады. Ал олардың айналасында басқа тіршілік иелері, соның ішінде алып жиіркеніш пайда болады. Бұл арада Габамару мен Сагириде қоршалып, олардың алдында құбыжық балықтар тұр. Сондықтан ол оған жекпе-жекке дайындалу үшін шетке кетуін айтады. Бір сәтте біз Тамияның өте шебер қылышшы болғанын және оның белгілі бір лордтың офицері болуға келіскенін білеміз. Бір күні ол қожайынымен бірге ішеді. Бірақ ол өзін ренжіткен пікірді естиді. Сондықтан ол сарайдың қақпасын бұзып, қожайынын өлтіреді.
Бұл оның артынан бүкіл руды аңдып, оны тұтқындауға келеді. Біз тамамен Фуджиді аралға келгенде көреміз. Сонда мен оның жазалаушысының алдауға арналған құралдары бар екенін байқаймын. Фуджи Ямада кланы да тиімді дәрі-дәрмек өндіруге көмектесу үшін денелерді бөлшектеп жатқанын түсіндіреді. Балық тәрізді тіршілік иесі Габамаруға шабуыл жасау үшін қолдарын пайдаланады. Бірақ ол оңай жалтарып, құбыжықтың басынан тепкілейді. Алайда тіршілік иесі оның аяғынан ұстап, оны жерге лақтырады. Габамару тез есіне түседі. Өйткені ол шинобидің белгісіз жаумен соғыспау керек деген ережесін есіне алады. Ол шегінуді ойлап жатыр. Бірақ жаратылысы оны кенеттен ұстап алып, оны лақтырып жібермес бұрын денесімен ағаштарын сындырды. Сагири оның шынымен жараланғанына таң қалады, және олар қашу керек деп ойлайды. Бірақ көп ұзамай алыптардың барлық жағынан оларға жақындап келе жатқанын түсінеді. Аман қалғысы келген Габамару есінен танып қалады. Ол ниндзюцу арқылы алыптың басын жұлып алады. Ол басқа алыптарды өлтіруді жалғастыруда, ал Сагири бұл жұмыстың қаншалықты қауіпті екенін ойлап, оны таңқалдырады. Алпауыт оған кенеттен арт жағынан шабуыл жасайды. Ол одан жалтарады, бірақ қырқаяқты құбыжықтар оны ұстап алады. Оның қозғалысын шектеу алып соққы беруге дайындалып жатқанда, Габамару алыптың қолын кесіп тастайды. Бұл оған Саджириді құтқаруға мүмкіндік береді. Бірақ бұл оны берсер күйінен шығарады. Құбыжық балық оларға шабуыл жасамақшы болады. Бірақ Гензи есімді жазалаушы пайда болып, тіршілік иесін жойып жібереді. Оларға Уссури есімді ниндзя қосылады. Ол Габамаруды барлық құбыжықтарды жалғыз өзі өлтіргені үшін әсерлі деп атайды. Габамару онымен жұмыс істеуге азғыруға тырысып, оған жақындаған кезде оның уәжіне күмән келтіреді. Бірақ ол оның азғыруы оған әсер етпейтінін айтып, оны ұстап қалады. Уссури оны жай ғана сынап көргісі келетінін айтады. Бірақ ол бірге жұмыс істеуге шындап кіріседі. Жири неге екі жазалаушының қасында жүргеніне таңғалады. Сондықтан Гензи оны өлтірген басқа қылмыскерге қалай тағайындалғанын түсіндіреді. Осыған байланысты ол бір жазалаушы оны басқара алмауы мүмкін деген қорытындыға келіп, оларға қосылуға шешім қабылдады. Алайда Габамару бұл түсініктемені бір түрлі деп санайды. Сондықтан олар оны азғыру керек деген қорытындыға келеді. Тағы бір жазалаушы өзін Аяз атамен таныстырады. Ал Уссури оларға эликсирді табу маңызды екенін, бірақ олар оны жоспарсыз айыптай алмайтынын айтып, осы аймақта тұратын тіршілік иелері туралы айтып береді. Сагири оған бірге жұмыс істеуде ешқандай проблема жоқ екенін айтады, ал Юдзури оны құшақтайды. Бірақ Габамару оған сене алмайтынын айтып, оны ұстап қалады. Бірақ ол оған сенудің қажеті жоқ екенін айтып, оны өзіне жақындату үшін аяғын пайдаланады. Өйткені олар бір-біріне опасыздық жасайды. Өйткені олардың біреу ғана кешіріледі. Сондықтан ол әзірге бір-бірін пайдалануды ұсынады. Габамару оған қалай көмектесе аламын деп ойланып, артқа шегінеді. Ал Уссури аралда нақты қауіп бар екенін айтып, оның көптеген ақпараты бар екенін айтады. Онда галлюциногендер бар, адам беті бар көбелек. Ол бұл ақпаратты қалай алғанын айтып, қателерді өзі өлтірген басқа қылмыскерге сынап көргенін айтты. Сенна оларға құбыжықтар киетін заттар туралы айтып, олардың буддистік өрнектермен безендірілгенін айтып, бұл оған біртүрлі болып көрінетінін айтты. Юдзури оларға әлі білмейтін көп нәрсе бар екенін айтады. Сондықтан олар көбірек білу үшін бірге жұмыс істеу керек. Габамару оған ақпарат керек екенін айтады. Бірақ ол онымен толық ынтымақтасқысы келмей, тек бірге күресуге келіседі. Саджири олардың өзара әрекеттесуін бақылап, аралға келгеннен бері не істегенін ойлайды. Бірақ кенеттен есінен танып қалады. Өткенде біз Тама есімді адамды жазалаушы болғалы жатқанын көреміз. Алзан оған соңғы қадамды жасау керектігін айтады. Қылмыскерді өлтіру арқылы, менің ойымша, қандай спектакль орынды болар еді. Томас өзінің өтініші бар екенін және магистраттың адамдарын қудалауды тоқтатуға қалай мәжбүрлеу керектігін білетінін айту үшін ағасына оқуға баратынын айтады. Қазіргі уақытқа оралғанда, ағайындылар олардың алдында үш алып тіршілік иесін көргенде таң қалады. Тама ағасының күші жағдайды тез шешуде екенін көрсеткенде, Чоп оларға бірден шабуыл жасайды. Біз ағайындылардың ата-аналары қайтыс болып, қарақшылар оларды алып кеткеннен кейін кедейлікте өмір сүргенін білеміз. Қарақшылармен бірге болған кезде Чоп қандай да бір жолмен бақылауда болды және ақырында қарақшылардың патшасы болды. Ол алыпты кесіп тастады. Бірақ оның пышағы сынып, онымен бірге қашып кетті. Бірақ Чоп балтамен қайтып келгенде, алып Томның шашынан ұстап алды. Чоптың бетінен таяқпен ұрып, құбыжық оларға өлтірудің күнә екенін айтты. Басқа тіршілік иелері олармен сөйлесе бастады. Бұл Томды олардың тозақта екеніне сендірді. Бірақ Чоп бұл тіршілік иелерін жарып өте бастады және ол олардың барлығын жеңе алды. Чоп эликсирді шынайы болу керек деп санайды. Өйткені оны құбыжықтар қорғайды. Сондықтан ол аралдағы барлық адамдарды жойып, эликсирді өзіне алуды шешеді. Сагири есін жиып, Гензи оларға үңгірде қауіпсіз екендіктерін айтады. Ол Сагираға көбелектің қабыршақтарынан уланғанын айтады. Бірақ ол Марионың соңынан ергісі келіп, бірден орнынан тұрады. Ол үңгірден шығып, Габамарудың кешкі ас әзірлеп жатқанын, көктеректің жыртылған киімдерін жөндеп жатқанын көреді. Кешкі ас кезінде Габамару аралды зерттеп, флора туралы бірдеңе білгенін айтып, оларға көрсетілген адамға ұқсайтын бірнеше гүл тапқанын айтты. Олар жоғалған адамдар қазір аралда өсімдіктерге айналды деген қорытындыға келді. Габамару оларға берілген анықтамаға ұқсас ештеңе таба алмады. Бірақ Аяз ата оларға иллюстрацияға тым көп сенбеуге кеңес береді.
Өйткені шенеуніктер бұл туралы көп білмейді. Арал. Сагири аралдағы тіршілік иелерінде жануарлардың дене бөліктері гуманоидты пішіндердің үстінде орналасқанын байқайды. Аспен олардың діни болып көрінетін заттарды алып жүретінін қосады. Оның айтуынша, олар ұсқынсыз құдайларға ұқсайды. Бұл арал мен жаратылыстардың тақырыбы сияқты. Сол күні кешке Генди Сагириге материкке оралуын айтады. Өйткені ол оның аман қалуға күші жетпейді деп санайды. Алайда Сенна қайтып оралу оңай болмайды деп санайды. Өйткені адамдардың көпшілігі аралдан оралмайды. Біз жазалаушы Тензаны Наругаймен бірге аралдан қашып кетпек болған кезде кездестіреміз. Ақырында олар кемеге соқтығысады. Бірақ жақындаған кезде олар кеменің айналасындағы басқа кемелермен бірге жойылғанын түсінеді. Тенза барлық кемелер аралдан кетуге әрекеттенді деп болжайды, және олар айналасында қозғалатын тіршілік иелерін көреді. Сонымен Тенза қылышын суырып алды. Бірақ теңіз құбыжығы оларға шабуыл жасап, оларды қайықтан секіруге мәжбүр етті. Олар кеме апатына ұшырап, айналасында одан да көп шатырлар пайда болды. Тенза оларды кесіп тастайды. Өйткені олар пайдалануға жарамды кемені іздейді. Ал Наругай оны жазалап жатыр ма деп ойлайды. Бірақ Ятай самурайлар тобын өз ауылына қалай әкелгенін есіне алады, және олар оның бүкіл ауылын жермен жексен етті. Бірақ ер адамдар оны басқа ауылдарды іздеу үшін пайдалануды жоспарлап, оны аяды. Ол қамауда отырғанда Тенза оның кінәсіз екенін біліп, оны тауып алып, кешірім жасау туралы ұсынысын көрсетті. Олар қашып бара жатқанда, қазір гүлге айналып бара жатқан Кишоға тап болды. Тенза онымен сөйлесуге тырысады. Бірақ шатырлар оны екіге бөледі. Кишоның денесі ұрыспай өлген атасын еске түсіреді, және бұл оның тізесіне құлап, Тензаға онсыз қашуға бұйрық береді. Өйткені ол өз ауылының барлық тұрғындарының өліміне өзін кінәлайды. Тенза оның өлгісі келетін келмейтінін сұрап, оны шатырларынан қорғайды. Ұрыспа оның аман қалғысы келетінін түсінеді. Сондықтан Тенза оған қылыш береді. Олар шатырлардан бірге өтіп, аралға қайтып бара жатқан қайыққа жетуге мүмкіндік береді. Олар ағындардың қашып кетуіне кедергі келтіретінін, және теңіз құбыжықтары аралды қоршап тұрған сияқты екенін түсінеді. Сондықтан олар қайтып оралу үшін одақтастарын жинау керек деп шешеді. Осы уақытта Гензи Сагириге үйіне қайтуды бұйырады. Бірақ Аяз ата Габамаруды тоқтату керек болса, ол көмектесе алады деп ойлайды. Ол сен онымен уақыт өткізгеннен кейін өзгерген сияқтысың. Сол күні кешке ол Габамарға барады. Ол өзін жақсы сезінетінін сұрайды. Өйткені ол оған алған жарақатын біледі. Жәндіктердің оның тез әрекет етуіне себеп болды. Ол Сагиридің оны қалай тыныштандырғанын және Габамарудың өзінен күштірек екенін айтады. Бірақ ол мұны оған қалай түсіндіретінін білмейді. Ол оған тәжірибе оның күшін түсінуге көмектесетінін айтады. Келесі күні Сагири Гензиге ешқайда кетпейтінін айтады. Сондықтан ол оны қорқыту үшін қылышын суырып алады. Бірақ ол оны бірден қарусыздандырады. Гензи қылышын суырып алып, оны жазалайды. Бірақ кенеттен оның артында Ракурота пайда болып, оны өлтіреді. Бала кезінде Ракуротаның тәбеті тойымсыз болатын, және қолымен заттармен ойнағанды ұнататын. Әйтсе де, ақыры ол әбігерге түсіп, өз ауылының барлық тұрғындарын жеп қойды. Ракурота Сагириді нысанаға алды, бірақ Габамару оны тепкілеп қуып жіберді. Ракурота орнынан тұрып, Габамару оны қауіпті адам ретінде көреді. Оның соққысы оған қалай зиян тигізбеді деп таңғалады. Ол қарсыластың қабілетін талдауға үйретілгенін есіне алады. Сондықтан ол қимыл жасамас бұрын қарсыласын бақылап отыруды шешеді. Ракурота ағашты тамырынан жұлып алып, оған лақтырады. Габамару одан жалтарған кезде, Ракурота одан күшті деп ойлайды. Сондықтан Юриден көмек сұрайды. Бірақ ол оған тек ақпарат жинауға жауапты екенін еске салады. Ол оны қолдай бастағанда, бұрыш оған қатты бұрылады. Габамару бір соққыдан өліп қалуы мүмкін деп ойлап, шабуылдардан жалтарады. Габамару жауына тас лақтыруға тырысады. Бірақ бұл ешқандай әсер етпейтін сияқты. Мұны көрген ол ниндзюцу арқылы белбеуін шешіп, оны болат сияқты қатты етеді. Бірақ бұл тіпті тиімсіз болып шығады. Ол өзінің басқа қимылдарын қолданады, бірақ ештеңе көмектеспейді, және қарсыласын қалай жеңуге болатынын ойлай бастайды. Сагири Гендидің жарасын емдеуге тырысады. Бірақ ол енді оны құтқара алмайтынын біліп, оған тоқтауын айтады. Ол оған жүгір дейді, бірақ ол бас тартпа деп, оны тастап кетуден бас тартады. Бұл Генжиге өзінің өмірлік жолын таңдағанын түсінуге мәжбүр етеді. Сондықтан ол оған қылышын беріп, жауынгердің қылышы оның жаны екенін түсіндіреді. Ол оның Ракуротаны өлтіргенін қалайды. Өйткені ол оны солардың бірі ретінде көре бастайды. Габамарудың дәл қазір амалы жоқ. Оны жеңудің жалғыз жолы оның ату техникасын қолдану деп ойлайды. Бірақ ол жақын жекпе-жектің тым қауіпті екенін біледі. Бірақ Сагири шайқасқа қосылғанда, Ракуродидің саусағы кенет үзіліп қалады. Габамару оның мінсіз сәтті таңдағанына сенеді, және ол оның басын кесу керек екенін біледі. Бірақ оның бойы тым ұзын. Сондықтан ол Сагириге аяғын көздеуін айтады. Габамару Ракуротаның шабуылынан бас тартқанда, Сагири оның аяғынан ұрады. Бірақ бұл оған ештеңе жасамайды, және ол оған қолын бұлғап жатқанда артқа құлап кетеді. Сагири өзінің тым агрессивті болғандықтан оны бұрап алғанын түсінеді. Сондықтан ол эмоцияларына ерік береді. Ракурота соққы береді. Ал Гамар оның шабуылынан құтыла алады. Бірақ ол аяғының шығып кеткенін түсінеді. Сагири Ракуротаның қолын ұрады. Бірақ бұл ештеңе жасамайды, және ол шешуші соққы беру үшін оның сүйектерінің арасындағы бос орындарға соғу керек екенін көрсетеді. Сондықтан оған оның сергек болу керек. Еңкейіп, оның оны ұруын күтті. Ракурота кенет жылап, олардың сезімдерін басып тұрған
күшті айқай шығарды. Ол Гомараны жерге лақтырып, әрекет етпей тұрып ұрады. Гомару бұл шабуылдан аман қалды. Бірақ қанмен жөтеліп, тізерлеп құлады. Ракуро да соңғы соққыны жасамақшы. Бірақ Сагири оның жолына түседі. Осы сәтте ол шабуылға оңай тойтарыс беріп, тыныш көңіл күйге ие болады. Бұл барлығын таңқалдырады. Ол төбелесіп жатқанда, Аяз ата Сагиридің ең төменгі дәрежелі жазалаушы екенін айтады. Өйткені ол әйел ретінде олардың руын басқаруға жарамайды. Дегенмен, таза шеберлік тұрғысынан жазалаушылар оның көпшілігінен жақсы екенін біледі. Ракуро да тепе-теңдігін жоғалтады, және Саджири оны аяқтағалы жатыр. Бірақ ол шетке секіреді. Габамарудың ойына отты ниндзюцу арқылы айналасындағылардың бәрін өртеп жіберетін жанып жатқан снарядтарды лақтыру идеясы келеді. Юри Габамарудың Ракуротаны түтінмен тұншықтыруды жоспарлап отырғанын біліп, қашып кетеді. Жоспар Ракурота тыныс алу үшін тізерлеп отырғанда орындалды. Ал Саджири соңғы соққыны беруге дайындалды. Ол гері соққы беруге тырысады, бірақ Габамару қолын жерге тигізеді. Ал Саджири оны өлтіреді. Алайда оның көзінің көрінісі Саджириге өзінің қаншалықты күшті екенін білмей, дұрыс түсінілмеген өмір сүргенін түсінуге мәжбүр етеді. Сондықтан ол жай ғана қалаған кезде адамдарды абайсызда өлтіріп жатқан. Олармен ойна. Габамару өрт құбыжықтарды өзіне тартып алуы мүмкін деп алаңдайды. Сондықтан олар Генжидің қалдықтарын қалдырып, сол жерден кетіп қалады. Алыптар бұл жерге жасырын кіріп бара жатқанда, олар жасырынып қалады. Ал Габамару құбыжықтар келген бағытқа баруды ұсынады. Бұл оларды эликсирге апаруы мүмкін деп ойлайды. Олар өсімқорлықпен Аяз атаны қуып жетеді, және олардың барлығы аралдағы ауылды көріп таңғалады. Осы уақытта ағайындылар орманға тереңірек үңіліп, екі тіршілік иесінің сүйісіп тұрғанын көреді. Ғажайыптарды көрсет, егер олар құбыжық болса, және Джуфа есімді сары олардың көңіл күйін бұзғаны үшін оларға ашуланса. Габамару арал тұрғындары дос па, жау ма деп ойлайды. Ол қыздың оларға тыңшылық жасап жатқанын көріп, оның артынан жүгіреді. Ол оны қуып жетіп, капюшонын шешіп, оның сәби екенін көріп таңғалады. Ағаш құбыжығы кенет оған қолын бұлғады, бірақ қыз қаша береді. Габамару арал туралы бірдеңе білемін деп ойлап, оның артынан қуады. Ол ағаштардың шабуылынан жалтарып, оны тепкілейді. Ал Саджири оның артынан жүгіріп, серіктерін жаратылыспен күресуге жетелейді. Юри Аяз атаның көзілдірігін шешіп алады. Ол оның шынаяқтан ішіп жатқанда, оның қулықтарын көргенін қаламайтынын айтып, одан бір түрлі дене сұйықтығы ағып жатыр. Ал Бамару қызды қуып жетіп, оның қолынан ұстайды. Бірақ қыз оны жерге лақтырып жібереді. Бұл оны таңғалдырады. Өйткені бала оған мұндай қимыл жасай алмауы керек. Саджири қыздың артынан жүгіріп келіп, олар жай сөйлескілері келетіндерін айтты. Бұл оны тоқтатып, Саджиридің қуып жетуіне мүмкіндік берді. Қыз кенеттен оны ұруға тырысады. Бірақ Габамару шабуылға тосқауыл қояды. Ол қыздың күші басқа деңгейде екенін байқайды. Өйткені соққы оны бірнеше қадам артқа шегінуге мәжбүр етеді. Габамару оған үмітсіз жағдайда екенін айтады. Ол бірнеше жүзімді ұстап алып, қыздың айналасына орап, оны ауада іліп қояды. Қыз жылай бастайды. Сондықтан олар оны жібереді. Ал Саджири оны тыныштандырады. Уссури оларға қосылып, жаратылысты жеңу үшін көп жұмыс істегенін айтады. Олар ары қарай не істеу керектігін талқылау үшін жиналады. Өйткені ағаш тіршілік иесі қызды қайтаруды сұрайды. Сонымен қатар оларды ауылға апарып, эликсир туралы айтуды ұсынады. Өсімқор бұл тіршілік иесіне сенбейді, бірақ бұл олардың ауылда моншасы бар екенін айтады, және бұл оның ойын бірден өзгертуге мәжбүр етеді. Жаратылыс оларды елес қалаға ұқсайтын ауылға әкеліп, 1000 жыл бұрын бәрі басқаша болғанын айтады. Ол оларды үйіне апарады. Онда Юри Сагиримен бірге шомылады, ал құбыжық адамдарға тамақ береді. Габамару құбыжықтан эликсир аралы туралы күдіктене сұрайды. Олар тамақтың айналасына жиналады, және тіршілік иесі аралдың Катаку деп аталатынын, және онда құдайлар мекендейтінін айтады. Құбыжық эликсирдің бар екенін растап, оларға тан деп аталатын аңыз туралы айтып береді. Габамару оның қайда екенін сұрайды. Сонымен, құбыжық еденге 3 шеңбер сызып, олар қазір 2-ші шеңберде, ал эликсир аралдың ортасында орналасқан. Ол Хари деп аталады. Габамару эликсирдің бар екендігі туралы дәлелдер сұрайды, және жаратылыс оларға әдемі және өлмейтін жаратылыстар болып табылатын тенсиндермен кездескен бойда оның тарихына күмәнданбайтындарын айтады. Біз әйіпті Джуфуды 2-ге бөлгеннен кейін көреміз, бірақ денесі қалпына келеді, және ол жаңа сияқты. Ағаш тенсиндердің мүлдем басқа деңгейде екенін айтып, оның өтірік айтуына ешқандай себеп жоқ екенін түсіндіреді. Өйткені олардың барлығын ақырында тенсиндер өлтіреді. Ағайындылар Джуфадан жеңіліп, гүлге айналған адамдармен толтырылған шұңқырға тасталады. Тома ағасына есін жиған кезде көмектеседі. Ал ағаш гүлге айналғандардың өмірін көрсетеді. Тотығу көзіне айналады, және адамдар мәңгілік бақытты сезінеді. Ол өзін Хока деп таныстырады. Ал қыздың есімі Мей. Бұл олардың аралда ғасырлар бойы өмір сүріп келе жатқанын көрсетеді. Осыдан кейін Габамару мен Сагири жуынатын бөлмеге барады. Онда олар Мейді кездестіреді. Ол бірінші рет жылап отыр, бірақ Габамару оның ауылында барлығы бірге шомылып жатқанын айтады. Сагири Мейдің денесіндегі үлкен тыртықты байқайды. Ал Габамару әйелі оған шомылуға көмектескен кезде жақсы демалудың маңыздылығы туралы айтқанын есіне алады. Ол маған оның тыртықтарынан ұялмауымды айтады.
Өйткені ол білетін ең әдемі әйелде үлкен тыртық бар. Оның сыртқы түрі маңызды емес екенін айтады. Саджири мұны естігенде таңғалады. Олар кетіп бара жатқанда Габамару отыруға және сөйлесуге уақыты жоқ деп ойлап, өзінің басымдықтарын есіне алады. Өткенде біз Тензаның қараңғы жерде өскенін және оның ата-анасы оны ешқашан жақсы тамақтандырмағанын көреміз. Сондықтан оның аман қалу үшін басқа адамдардан ұрлық жасаудан басқа амалы қалмады. Бір күні ол өзіне төмен қарап тұрған бір топ семсерлесушілерді кездестіріп, ақыры оларды ұрып тастады. Бірақ олар Шин есімді жазалаушы араласқан кезде құтқарылды. Қазіргі уақытта Тенза Наругаймен бірге жағада серуендеп келе жатқанда, оларға кенеттен Джудзин есімді Тенси жақындап қалды. Ол адамға айналады және олардан барлық өлген құбыжықтар туралы сұрайды. Бұл үшін олар жауапты ма деп ойлайды. Олар қашуға тырысады. Бірақ Джудзин оларды бірден қуып жетіп, Тензуді энергия импульсымен өлтіреді. Муругай тез шегініп, жатқан Тензиге қарай жол тартады. Ал Джудзин оған қарай бет алады. Тенза кенеттен көзін кесіп тастайды. Бірақ олар бірден қалпына келеді. Тенза Наругайға олардың қашып кететіндерін айтады және ол комбинацияны іске қосады. Джудзаны бөліктерге бөледі қашуға белгі бермес бұрын. Олар жүгіріп келе жатқанда, Джудзин олардың жолын бөгеп қалпына келеді. Бірақ Шин кенеттен қылышын Юцинге лақтырып, дуэтке қашуға уақыт береді. Біз білеміз, Шин соқыр болса да, ол басқа сезімдер арқылы көре алады. Олар қашып кетуі мүмкін және біз Шиннің Тензаның қожайыны екенін білеміз. Шин үйге қайтуға дайындалып жатқанын, бірақ оны аралдан алып кететін тоқ таба алмағанын айтады. Ол ақырында оны аралдан алып кететін тоқ тапқанын айтады. Бірақ ол бұрын соңды болмаған осындай нәрсенің бар екенін сезінді. Жалғыз өзі көп нәрсе істей алмайтынын біліп, аралда одақтастар іздеуді ұйғарды. Бірақ ол Тензудан Неругаға не үшін көмектесіп жатқанын сұрайды және оны азғыруға тырысқан қылмыскерді қалай өлтіргенін айтады. Тенза ұрыспаудың кінәсіз екенін айтады. Ол Шинаға оны қалай ұрлап әкеткенін және қызға қалай кепілдік беретінін еске салады. Шин оны тыңдауға бел буады және оларды тапқан ағымына жетелейді. Дуэттің артында кенеттен Крипин түні пайда болады. Шин оны құтқаруға асығады, бірақ мойнынан қан кете бастайды. Тенза Сю Цзинге қатты соққы беру арқылы шабуыл жасамақшы болды. Бірақ Сю Цзин оларды саусағымен бір сипап, олардан оңай жалтарып, Тензаның денесінде 4 тесік қалдырды. Біз Тенза мен Шинді басқа естеліктерден көреміз. Шин бос уақытында адамдарға қалай көмектескенді ұнататынын айтады. Тензаның әлеуетін көріп, оған қылыш қолдануды үйретеді. Оның қылыш шеберлігі өзіне қымбат адамды қорғауға көмектесетінін айтады. Тенза өзінің әлеуеті жоқ деп ойлайды және жұмыстан кетуге бел буады. Бірақ Шин оған оны пышақтап тастағаннан кейін ғана жұмыстан шығуға болатынын айтады. Даджодан кетіп бара жатып, Тенза Енмен кездеседі. Ол онымен бірге серуендегісі келеді. Ен оны зиратқа апарады. Онда ол Тензиге Шонның Тешин есімді бұрынғы шәкіртінің қабірін көрсетеді. Тешиннің Тензадағыдай ынтасы болмады және Даздан кетуге шешім қабылдады. Бірақ ол өзін асырау қиынға соғатындықтан қылмыспен өмір сүрді. Ақырында Шон оны өлім жазасына кесуге мәжбүр болды. Бұл оның басқаларға көмектесуге және тәлімгер болуға деген құштарлығын арттырды. Ен Тензге Шинаны пышақтап таста деп айтады. Сондықтан ол Шиннен онымен спарринг өткізуін сұрайды. Ұтыла бергеніне қарамастан, ол бас тартудан бас тартады. Ақырында ол Шинді ұрады. Бірақ ол өз ойын өзгертті және мұғалімімен бірге дожода қалғысы келеді. Тинжин жақын арада өлетінін біледі. Бірақ ақыры ол қорғағысы келетін нәрсені тапты. Ол орнынан тұрып, Сю Цзинді жұдырығымен ұра бастайды. Ол жолдастарының қашып кетуіне көмектесу үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға тырысады. Бірақ Сю Цзин оның ішіндегі тесікті тесіп, тағы бір энергия зарадын шығарады. Ол жолдастарына қашып кет деп айтқысы келеді. Бірақ ол мүмкін емес, өйткені оның тамағы зақымдалған. Чин өзінің айтқанын түсініп, Неругаймен бірге қашып бара жатқан сияқты. Тенза Сю Цзинге шабуылын жалғастыра береді және соңғы деміне дейін күреседі. Ал қалғандарына қашуға уақыт береді. Олар Тензаның қазасына қайғырады. Ал Шин одан кегі аламын деп ант береді. Ауылға оралғанда Сента осы уақытқа дейін жинаған мәліметтерін түсіне алмайтын сияқты. Ал Сагири оған үзіліс жасауды бұйырады. Бірақ ол бас тартады. Сол күні кешке Габамару жоспарсыз әрекет етудің қаншалықты қауіпті болатынын есіне алады. Өйткені олар әлі де шешу керек, құпиялар тым көп. Бірдеңені шешу керек. Кезекшілік кезінде ұйықтап жатқанда Габамару Хараймен байланысуға тырысып кетіп қалады. Ақырында ол біртүрлі дауыстарды естігеннен кейін тоқтап, олжа болып көрінетін оғаш ағаштарға толы аймаққа жетеді. Ол олар қараған бағытта жүріп, эликсирге әкелу мүмкін деп ойлайтын алып есікті табады. Оны ашып үлгермей жатып, оның артында жанмен бірге пайда болып, оған кет деп айтады. Габамару Джиннен адамдарды эликсирге айналдыра алатынын сұрайды. Ал Джин кенеттен оған қарай жүгіреді. Габамару тез әрекет етіп, оның қолын сындырады. Содан кейін ол Джиннің мойнын сындырып, қатты соққы береді. Бірақ ол тез орнына келеді. Габамару Сю Джиннің шабуылынан жалтарып, кері соққы береді. Оның отты техникасын қолданып, басын отқа жағу үшін от Сю Джиннің денесін жалмап кетеді. Ал Габамару оны жеңдім деп ойлайды. Бірақ Джуджин оны кенеттен пышақтап тастайды. Ол оны қабырғаға соғып жібереді. Габамару шабуылдан аман қалады және олар шайқасты жалғастырады. Ол жағдайды бағалап, Тененді қалай жеңе аламын деп ойлаған кезде, ол тепкілеп үлгерді. Бірақ бұл оған біртүрлі сезім тудырады. Сю Джин қанмен жөтеліп жатыр және ол шабуылдың неліктен сәтті болғанына таңғалды. Сю Джин әйел кейпіне еніп,
көптеген энергия разрядтарымен шабуыл жасай бастайды. Иә, Омару тізе бүкті, бірақ ол қандай жағдай болмасын, өз миссиясын орындауға бел байлады. Ол алға ұмтылып, соққыларды кері қайтарады. Бұл оған қашықтықты қысқартуға мүмкіндік береді. Олар соққылармен алмасады, және олардың ешқайсысы артқа шегінбейді. Габамару Сью Джинді сауығып, үлгергеннен тезірек жоюды жоспарлап отыр, және ол шынымен де Тенсинді жеңіп, оның денесін жарып жібереді. Сью Джин оның денесі кенеттен найзағай сиқырын қолданатын алып, гүл құбыжығына айналғанда жымиды. Оның айналасындағы аумақты жою. Габамару аман қалады, және оған қарсы тұруға тырысады. Бірақ ол Джу Джиннің найзағайына төтеп бере алмайды, және оның денесі шегіне жетеді. Құбыжық шабуылын жалғастыра береді, және ол жай ғана қорқынышты түс көрдім деп ойлап, әйелімен бірге бөлмеде оянады. Ол өлейін деп жатқанда галлюцинацияға ұшырағанын түсінеді. Құбыжық оны ұстап алып, оны өлімге дейін қыса береді. Бірақ ол өлмес бұрын мүмкіндігінше көп зиян келтіруді үйреткенін есіне алады. Ол жерге құлап кетпес бұрын құбыжықтың қолын күйдіріп, денесінен от шығарады. Су Джин соңғы соққыны беруге дайындалып жатыр, бірақ мей пайда болып, оны қалқанмен қорғап, қашып кетуге көмектеседі. Келесі күні таңертең топ Габамараны мамыр айында іздейді. Хока 7 Тенсонның бар екенін айтады, және біз олардың бір жерге жиналып, адамдардың қаншалықты қатыгез екенін талқылап жатқанын көреміз. Джика Джу Джинді орамалмен тым көп қолданғанын көріп, оның трансформациясын адамға қарсы қолданғаны үшін мазақ етіп, Джу Джиннің ұсқынсыз келбеті туралы түсініктеме бергенде басын жұлып алып, адамдарды жеңе алмады деп айыптайды. Китаку билеушісі Рин Джиканы олардың отбасы екендіктерін және ол Сью Джинді жазалай алатын жалғыз адам екенін айтып ұрсады. Джика екі ағайынды шұңқырға қалай тастағанын, олар қазірдің өзінде гүлге айналу керек деп ойлағанын айтады. Бірақ Рин адамдар олардан өзгеше деп ойлайды. Олар бұрын кіммен айналысқан? Біз ағайындылардың шұңқырдан шығып үлгергенін көріп отырмыз. Сью Джин Габамаруды өлтіре алды деп мәлімдейді, және олардың барлығы бірге Сью Джинге адам кейпін қалпына келтіруге көмектесетін сусын ішеді. Аңыз бойынша, олардың өнерін жетік меңгеріп, құдайға айналған, қазір жалға алушылар деп аталатын 7 бөлікке бөлінген гермит өмір сүрген. Хока бұл оқиғаны бала кезінен білгенін айтып, барлығына айтып береді. Оның айтуынша, ол бір кездері кішкентай адам болған. Ол аралдың барлық тұрғындары ұзақ өмір сүрген адамдар болғанын айтады. Бірақ олар ұзақ өмір сүргеніне қарамастан, ағаштарға айнала бастағанын түсінді, және бұл олардың бірте-бірте зейінін жоғалтуына келді. Ақыры есін жоғалтпас бұрын, олар өлгеннен кейін жандары Харайға жететініне көз жеткізу үшін белгілі бір жерге жиналды. Бұл Хорияның жанында құдайға сыйынатын ағаштардың неліктен өскенін түсіндіреді. Ол әрі қарай Харайдың жандардың соңғы демалатын орны екенін түсіндіреді. Бірақ Тенсондар оған қандай жандардың кіретінін таңдай алады. Осы кезде Габамару есін жиып, Жужинмен кездескенін есіне алады. Дуая Тенсинді жеңудің жолы болуы керек. Ол олардың құдай емес екенін түсінеді. Сондықтан оларды өлтіруге болады. Бірақ оған жоспар керек. Өйткені ол мұны жалғыз өзі жасай алмайтынын біледі. Кенеттен Фуча мен Тамми пайда болады. Ал Тамми оның жағдайына түсініктеме беріп, оның өлетін уақыты келді ме деп ойлады. Олар төбелесуді ойлап, бір-бірін бағалайды. Бірақ Фуча Таммиге ақпарат жинауға көңіл бөлу керектігін айтады, және Габамарудан жауап алғысы келіп, қылышын өзі суырып алады. Оны өлтірмей, Габамару олардың алдында еңкейіп, бірге жұмыс істеуді ұсынады. Тамми оны ұрамын деп қорқыту арқылы растайды. Бірақ Габамару орнынан қозғалмайды. Сондықтан оларды алдауға тырыспайтынын біледі. Фучи одан неге бұлай істегісі келетінін сұрайды. Сондықтан Габамару оларға жыл мезгілдері туралы айтып береді, және олар мұндай құдіретті жаратылыстардың бар екенін білгенде таңғалады. Фучай оған сенбейді, бірақ Тамия оған қосылып, Тенсондармен соғысқысы келеді. Өйткені ол тіпті кешірім сұрамайтынын айтты. Біз Тамияның Тенсондарды жеңу арқылы оның есімін тарихта қалдырғысы келетінін білеміз. Ал Фучай олардың қалдықтарын бөлшектегісі келеді. Олар бірге жұмыс істеуге шешім қабылдады, және Габамару мей оянған кезде оларға қосымша ақпарат бермекші. Габамару мамырдың қысқа уақыт ішінде қалай жетілгенін көріп таңғалады. Ол Габамарудың атын атайды. Ол енді оның сөйлей алатынын түсінеді. Ол оның өмірін сақтап қалғаны үшін оған алғыс айтады, және оның Тенсинге ұқсайтынын сұрайды. Басқа жерде Сента аралдағы діни жүйені адам жасаған деген қорытындыға келеді. Ол аралдың жаратушысы жай ғана гүлге айналған адамдардың қайтып оралуын қалайды деп ойлайды, және ол мұны оларға эликсирді болдырмауға көмектесетін анықтама ретінде қарастырады. Мей оларға тау туралы, қазіргі уақытта қолданылып жүрген күш туралы айтып береді. Бірақ ол тек түсініксіз түсініктеме бере алады. Өйткені ол әлі сөйлеуге дағдыланбаған. Екінші жағынан, Хока әлемдегі барлық нәрсені тау ағыны тудыратынын, және оның ғаламның пайда болуымен байланысты бір нәрсе бар екенін түсіндіреді. Оның түсіндірмесіне қарамастан, топ үшін мұны түсіну әлі де қиын. Бірақ Ругай оған тұтқиылдан шабуыл жасамақшы болды. Бірақ ол оны қарусыздандырып, қылышын қабығына салып, оны ешқашан қолдануға үйретпейтінін айтты. Ол оған үйретуін өтінеді, өйткені ол жақындарының өліп жатқанын көргісі келмейді. Мұны естіген Шен оған әлемдегі барлық нәрсе қоршаған әлемді көру үшін қолданатын ерекше толқындар шығаратынын айтады. Ол толқындарды пайдалану адамның физикалық мүмкіндіктерін қалай жақсартатынын түсіндіреді. Бұл Хока дауны меңгерудің артықшылығын сипаттайтын әдіске өте ұқсас. Шен толқындарды сезіну қиын екенін айтады.
Өйткені адам теңдестірілген көңіл күйде болуы керек. Ол Наругайға қылышын суырып алып, оны қалай ұстау керектігін көрсетіп жатқанда, оның жүзі дұрыс емес екенін айтады. Осы кезде олардың айналасында құбыжықтар пайда болады, және Шин олардың бар екенін сезеді. Сондықтан ол Наругайға ұрып, соғу туралы кеңес беріп, оларды бір-бірлеп өлтіреді. Құбыжықтар тобы Габамар мен оның одақтастарына жасырынып барады. Сондықтан Тамия барлық құбыжықтарды бірден өлтіріп, әрекетке кіріседі. Ол мені аяғыма көтеріп, оған Даоның күшін үйретуімді өтінеді. Оларға көбірек құбыжықтар жақындаған сайын, Габамару оларды бақылап, артындағы сұлбаны көреді. Сонымен қатар, екі Тенсон шұңқырға лақтырылғаннан кейін, адамдардың қалай гүлге айналатынын талқылайды. Бұл оларға тотығуды тиімді жинауға мүмкіндік береді. Олар шұңқырдан шығу екіталай деп ойлайды. Өйткені гүлге айналған адамдар қашуға тырысқанда оларды тоқтатады. Бірақ біз Овтың шұңқырға көтеріліп бара жатқанын көреміз, ал өзгерген адамдар оны тоқтатуға тырысады. Ол барлық кедергілерді жеңіп, олардың жер бетіне шығуына мүмкіндік береді. Чоп Тенсиндерді өлтіруге бел буып, олардың әлсіздігі дененің төменгі бөлігі екенін айтты. Өйткені ол Тенсеннің төменгі денесінен қалпына келе бастағанын көрсетеді. Ол осы аймақты нысанаға алуды ұсынады. Ал Тома ағасының жағдайды бағалау қабілетіне тәнті болады. Кенеттен құбыжық пайда болады. Ол сөйлеуге дайын болып көрінеді, және оған Тенсиннен тергеу жүргізуге бұйрық берілгенін айтады. Ол өзін Даша деп таныстырады, және оның әріптестері аралдағы басқа адамдарға барлау жүргізіп жатқанын айтады. Ол Дашидің Тенсиннің оң қолы екенін түсіндіреді, өйткені олар дұрыс пайымдауға қабілетті. Даша ағайындылардың шұңқырға оралғанын қалайды. Сондықтан Чи оны тепкілеуге тырысады, бірақ ол жалтарып, соққымен жауап береді. Чоп өз орнында тұрып, Дашаның қолынан ұстап, оны кесіп тастау үшін өзінің қатал күшін пайдаланады. Қол қайта өсіп, Даши құбыжықтарды олармен күресуге шақырады. Тома құбыжықтармен тез күреседі, ал Чоп Дашамен күресуді жалғастырады. Ол шабуыл жасаған кезде оның дауысын сезеді, және дауыны пайдалана алмайтын адамның шабуылдары маңызды емес. Өйткені ол бірден қалпына келе алады деп түсіндіреді. Ол дауының оқуындағы бұзушылықтарды көреді. Оны соқыр дағы ретінде қабылдайды, және Чоп жерге құлап соққы алады. Даши адамдардың қаншалықты нәзік екендігі туралы түсініктеме беріп, оны шұңқырға қайтаруды жоспарлап отыр. Бірақ Чоп кенеттен құбыжықтың бетіне жұдырығын тигізіп, аяғынан тұрып кетеді. Даши Чоптың шұңқырда болған кезінде өсімдіктермен араласып кетті деп ойлап, өзін қалай қалпына келтіргеніне таңғалады. Чоп Дашадан бірдеңе алып жатқанын айтады, және бұл Тенсинді жеңудің кілті деп болжайды. Даша өлтіру ниетімен шабуыл жасайды, бірақ Чебе шабуылға тосқауыл қоя алады. Соққы оның қолын сындырады, бірақ олар тез орнына түседі. Олар соққылармен алмасуды жалғастыруда, және Чебе өзінің даусының үнемі өсіп келе жатқанын байқаған кезде құбыжықты артқа итеріп жібереді. Чебе оған не болып жатқанын түсінбейді, және құбыжық оның адам емес нәрсеге айналып бара жатқанын болжайды. Бірақ бұл оны алаңдатпайды. Ол әлемде ештеңе бұрынғыдай қалмайтынын айтады. Біз бұл туралы ағайындыларды қарақшылар тұтқынға алған кезде білдік. Олар өздерімен бірге алып келу артықшылығына байланысты, ұлдардың оларға қосыла алатынына сенімді емес еді. Бірақ Чоби оларды сендіру үшін көзін кесіп тастады, және осылайша олардың тобына қабылданды. Шоп энергия разрядтарына төтеп бере алған кезде Дашиге асығады, және оның кіндігіне пышақ сұғып үлгереді. Бұл оның қан жөтелуіне әкеліп соғады. Бұл оның кіндігі оның әлсіз жері екенін растайды. Даша кері серпіліп, энергия зарядын босатады. Бірақ Чебе одан жалтарып үлгереді. Ол қазір денесінің айналасындағы энергияны көре алатынын айтады. Бұл Дашиді қорқытады, және ол құбыжықтарды оған көмектесуге шақырады. Алайда Тама оларды жеңіп үлгерді. Құбыжық Даоның энергиясын қолмен жинайды. Бірақ Чебе оны таптап, оны пайдаланып, техниканы қайталайды. Дашаның ішінен тесік жаса. Ол Дашаның күшін сезеді, және оның өлім алдында тұрғанын түсінеді. Сондықтан ол прапорщик туралы сұрақтар қоя бастайды. Дәл осы сәтте ол жерде Чебенің денесінде өсіп келе жатқан жүзім тәрізді белгілерді байқап, мазасыздана бастайды. Біз Мейдің денесіндегі тыртықтың бірдей екенін білеміз. Тамия жекпе-жек кезінде таудан үйренуге тырысады. Мамырдан кеңес сұрайды, бірақ ол оған мұны дұрыс істемейтінін айтады. Олар жекпе-жек кезінде Габамаруды бақылап отырады, бірақ Мей оның да ештеңе түсінбейтінін байқайды. Фудзи мені жұмбақ ретінде қабылдап, оның кім екеніне таңғалды. Габамару қыздың оны құтқару үшін өз күшін қалай пайдаланғанын есіне алады. Сондықтан ол оның ерекше адам екеніне сенеді. Пакеттен кетіп бара жатқан Даши Мейді таниды. Сондықтан ол Тамияға шабуыл жасайды. Ол тосқауыл қоя алады, бірақ ол құбыжықтың Мейді алып кетуіне кедергі жасай алмайды. Даши оны сарайдан қалай қуылғанын және Харайдан жоғалып кеткенін айтып, оны іздегенін айтады. Оларға оны іздеуге тыйым салынды, бірақ құбыжық оған тап болғанына қуанышты болды. Габамару не болып жатқанын сұрайды. Ал Даша оның адамдарға тиесілі емес екенін айтып, Тенсен сияқты адамдармен қоректенетінін көрсетеді. Құбыжық мені Харайға қайта оралуымды өтінеді. Бірақ Мей Габамаруға мұңайып қарап тұр. Сондықтан ол оның жылағанын қаламайтынын айтып, оның қасына барады. Дашаның әріптесі пайда болып, олар бірге қырқаяқтар мен көбелектерді өз жағына шақырады. Сол жерде мен шабуыл жасамақ болдым, бірақ оны дау шабуылы бірден тоқтатты. Ал Даши оларға шабуыл жасай береді. Олардың барлығы артқа лақтырылды. Габамару оларға мамырдың не үшін қажет екенін білгісі келеді. Сондықтан Даши обе оларға дауны жаттықтыруға қалай көмектесетінін түсіндіреді. Олар дауны иеленудің 5 қадамы бар екенін және ең бастысы серіктес болуды талап ететінін айтады.
Өйткені бұл үшін қатысушылар сүйіспеншілікке ие болуы керек. Даши барлық нәрсенің ян емес энергияға ие екенін және еркек пен әйел бір-бірімен байланысқан кезде екі энергияның да айналатынын түсіндіреді. Оның қалаған қамыры ми, өйткені оның энергиясы бар және олардың ян энергиясымен бірге айналуға болатын ең жоғары сапасы жоқ. Олар сондай ақ мидың шығу тегі тенсинмен бірдей екенін көрсетеді. Бірақ ол олардан төмен, өйткені оның тек ин энергиясы бар. Дәл сол себепті ол сарайдан қуылып, Дашаның жаттығу серіктесі болып тағайындалды. Олар мейдің қайтып келуін сұрайды. Бірақ Габамару мұны естігенде ашуланып, оны оларға беруден бас тартады. Тамия көбелектің құбыжығымен күреседі, ал Габамару өзінің отты техникасын қарсыластың қолын жою үшін қолданады. Құбыжық Габамару оларды көре алмаса да, жалтарып кететін көптеген тау шабуылдарын жасайды. Көбелектер қуып келе жатқанда екі жауынгер шегінеді. Бірақ Габамару брандмауэр жасау үшін отпен тыныс алу техникасын қолданады. Габамару енді тауды бұлыңғыр сезінетінін, бірақ оны дәлірек анықтағысы келетінін айтады. Сол кезде Фудзи оларға тауды көру үшін олардың ақыл ойы күшті де, әлсіз де болуы керек екенін айтып, мейдің сөздерін шешкенін айтады. Мей Габамарудың қолына тиіп, оған өзінің дауысын сезінуге көмектеседі. Ал Фудзи дауының белгілі бір көңіл күйді қажет ететінін түсіндіреді. Ол Габамаруға ақыл ойын әлсіретуді айтады. Бұл оны алғашында шатастырады. Бірақ ол Аджиримен бөліскен сәтін есіне алып, ұғымды түсіне бастайды. Ол құбыжықтармен бетпе-бет кездесуге дайындалып жатқанда, Мей дау Габамарудың орасан зор екенін айтады. Даши оған дау жарылыстармен шабуыл жасайды. Бірақ Габамару олардың келе жатқанын анық көреді. Барлық шабуылдардан жалтарып, ол құбыжыққа қарай жүгіреді. Габамару қашықтықты қысқартқанда, Даша оны ұруға тырысады. Бірақ ол жалтарып, енді денесінің қимылын сезіну арқылы шабуылдарды болжай алатынын атап өтті. Орамал құбыжық оның соңынан ереді. Бірақ Габамару оның жұдырығына тиіп, оның қолы сынып, екі аяғына да пышақ сұғады. Құбыжықтар туралы Тамия артта қалғысы келмейді. Сондықтан ол қырқаяқты құбыжыққа қарай ұмтылып, оны екіге бөліп тастайды. Ал Габамару Дашаның көбелегін өртеп жібереді. Осы уақытта қалғандары Харайға кіруге мүмкіндік беретін алып, есікті ашады. Бірақ Мудон есімді Тенси кенеттен Хоктың басын кесіп тастайды. Тенин оларға бұл жерге жеткен алғашқы адамдар екенін және Юри қорқып кеткенін айтады. Сондықтан ол қашып кете бастайды. Алайда Мудон оны жай ғана сөйлескісі келетінін айтып, бірден ұстап алады. Хоука оларға Мудонның Тенсен екенін айтады және ол Хоуктың өзгеруін тездеткенін, сондықтан ол көп ұзамай есінен танып қалатынын айтады. Хоука оның жанының Харайға шақырылғанын қалайды. Бірақ Мудон оған олардың діні аралдағы тәртіпті сақтау үшін ойлап табылған өтірік екенін айтады. Ол аралдың адамдарға эксперименттер жүргізетін орын екенін қосады. Өйткені ол оларға Киошиді, адамдарды пайдаланып жасаған жаратылыстарды көрсетеді. Мотон аралда эликсир жоқ екенін айтады және егер адам таң қолданса, олар Хока мен басқа ауыл тұрғындары сияқты ағашқа айналатынын айтады. Ол оларға сапарының аяқталғанын айтып, соңынан ерулерін сұрайды. Алайда Юри оны алмастырғышты қолданады. Джутсу оған арт жағынан шабуылдап, басын кесіп тастайды. Олар қауіп жойылды деп ойлап, қашып кете береді. Бірақ ол тез қалпына келіп, Киошаға шабуыл жасауды бұйырады. Юри жалтарып үлгереді. Біз Юридің Кай деген атпен белгілі тауға ұқсас нәрсені білетінін білеміз, бірақ ол оны әлі де меңгермеген. Нудон оны дау жаттығуларының серіктесі болуға шақырады. Өйткені ол Сагириді жою үшін дау шабуылын пайдаланады. Ол Юриге өзінің техникасын түсіндіріп жатқанда, Ста оны кесіп тастайды. Ал Юри белгілі бір сұйықтықты ішеді. Соның салдарынан сұйықтық оның денесінен шығады. Оның айтуынша, оның ниндзюцу оған жұтқан сұйықтықты шығаруға мүмкіндік береді. Бұл жыланның ұят болып шығады. Ол Мудонды байлау қабілетін пайдаланып, оның терісін кесіп алмас бұрын, оның терісін күйдіреді. Дегенмен, Мудон өзін өзі қалпына келтіріп, оның қабілеттері туралы түсініктеме беріп, оларды дауының қолдануы ретінде қарастырады. Бірақ ол оның әлі де жақсартуға мүмкіндігі бар екенін айтады. Сти мен Юри оған шабуыл жасайды. Бірақ ол Юридің аяғынан ұстап, Студы артқа итеріп жібермес бұрын, олардың шабуылдарынан абайсызда жалтарады. Хока Сагираға Тенсиннің әлсіздігі туралы айтады. Ал Мудон Юриге тау туралы дәріс оқиды. Бірақ Сагири кенеттен олардың сөзін бөліп, оны шетке секіруге мәжбүр етеді. Мудон Сагиридің қолынан ештеңе келмейді деп ойлап, орташа мөлшерде дау бар екенін байқайды. Бірақ ол қылышын кіндігіне бағыттап, оны кесіп тастайды. Оған ашыңыз. Біз тауының көзі кіндікте екенін білеміз. Сондықтан бұл омыртқаның әлсіз жері. Алайда Мудон Сагиридің дауны меңгермегенін айтып, ешқандай жарақат алған жоқ. Бірақ Сагири сабырлы болып қалады да, кенеттен даудан қуат алып, Удонның бетіне сызат түсіретін соққы береді. Ол ерте жазылмайды. Және біз Сагиридің осы уақыт бойы дауны сезіне алғанын білеміз. Мудон Сагириді ұруға дайындалып жатыр. Бірақ Юри оны ұстап тұр. Ал Сагири оны ұруға дайындалып жатыр. Ол Сагириді ұрып соғып, кешеге Юримен күресуді бұйырды. Бірақ Ста олармен тез арада айналысады. Сагири Мудонды қуа береді, бірақ ол жалтаруды жалғастырады. Сондықтан оның одақтастары оның аяқ қолын кесіп тастайды. Оған мүмкіндік беру. Алайда Мудон аспанға көтеріліп,
оларды тау шабуылдарымен бомбалайды. Сагири жасырынған кезде оның денесі екенін түсінеді.